бізге келе жатырған өзен емес, бізге көл ағып келе жатыр. Қар жауғаннан бастап, ақпан айынан бастап ескертулер басталды. Әкімшілікке айтылды, барлық жер, бірақ біздерді басып ұстап отырды. Барлығы под контролем деді. Кенеттен жарияланды, қаланың ішінде дабыл қағып, қала бірден әбігерге түсіп кетті. Жергілікті тұрғандар қаланы суалып барады деді, паникамен кетіп қалды. Күні-түні бөгеттің басында, бұл кезде адам ұйықтайын десе ұйқыда келмейді. Адреналин өте қатты. Халық өздері бөгетті тұрғызған, солдаттар келіп оны бұзып жатыр. Армысыз құрметті көрермен, Баймедиа арнасында тағы бір эксклюзивті сұхбат. Еліміздегі ахуал белгілі, Құлсары өңірінен келіп отырған Байтақ партиясының саяси кеңесінің мүшесі Медетқали Нұрғазы ағамыз бізде қонақта. Аға, қазіргі Құлсарының жағдайы қалай жалпы? Армысыздар. Бүгінгі таңда судың жалпы арнасына түсті. Ұлы жем. Жағдай 2800 тұрғын үйде су алып кетті дейді. Енді әртүрлі ескерту болды ма десе, ескертулер болды. Алдын ала судың ағын топан су келетінен биыл қыстың қар жауғаннан бастап, ақпан айынан бастап ескертулер басталды. Әкімшілікке айтылды, барлық жер, бірақ су әбден төтенше жағдай жариялағанға дейін біздерді басып ұстап отырды. Барлығы под контролем деді. Барлық нәрсе қадағалануында. Енді төтенше жағдайды әбден су бастап келген кезде, ол кезде де ұсыныс айтқанбыз. Төтенше жағдай неге жарияламай отырсыз деп. Бірақ төтенше жағдай өкінішке орай кенеттен жарияланды. Қаланың ішінде дабыл қағып, қала бірден әбігерге түсіп кетті. Яғни келіспеушіліктер болып жатырды. Аудан әкімі ертесі күні түсіндірме жүргізіп жатыр. Тек қана қауіпті аймақ көшіреді, біріншісінде барлығы көшіреді. Оның барлығы келісімдік болған жоқ соңы. Бірақ ескерту болды алдын ала, иә? Ескертулер Дайындық болған жоқ. Су келе жатырғанын, қар болатын барлығы айтылды. Дайындық жұмысты жүргізіп жатырмыз деді әкімшілік. Бірақ бұл жерде әкімшіліктің игере алмай қалған себебі өкінішке орай оның әлі неге жарияламай отырғанын біз Жем өзенінің оның бастауында болып тұр. Жем өзенінің бастауында. Тасыған су Жем өзенінен басталып жатыр. Иә, тасыған су Жем өзені бізде ұзындығы 800 шақырымнан асады. Бастауы Ақтөбе Мұғалжар тауынан алады. Сол Мұғалжар тауында сол Ақтөбенің басында 3 коммерциялық бөгеттер салынған. Плотина, яғни су жинайды. Сол мені жіберіп отыр. Бұл плотиналар толғаннан кейін сол судың қысымын ұстай алмай 2 бөгет жарылады. Бұзылған. 2 бөгет бұзылғанда бұл сол Ақтөбенің басында тіке дәласында көпірлерді шайып өткен. Оны бізге жергілікті тұрғындар хабарлады. Себебі біздер басталғаннан кейін қар еріді ме, қанша қар қалды, барлық хабарды алып отырғанбыз осыған дейін. Бірақ енді келгенде су арнасына келіп, кенеттен арнасына сыймай қалды. Яғни жайылым облыс әкімінің айтуы, былай 15 шақырым, былай 15 шақырым бізге келе жатырған өзен емес, бізге көл ағып келе жатыр деді. Ұзын. Көл болып, оның себебі, ондай болып ағуының себебі, манағы Ақтөбе осында, манағы Золотой прииск бар, Алтынды деген жер бар. Яғни алтынды балық шаруашылығы бар екенін білеміз. Және де шебін шығаратын қожалықтар бар. Бірінші. Солар өздері әрі несіне шамасына қарай бөгеттер салған бетондап. Бірақ олар игере алмай қалды. Соның заңдылығын анықтайтын болса, бізде енді солай үндеу жол жасап жатырмыз. Сол бөгеттердің заңдылықтарын, коммерциялық, ол мемлекетке бағына ма, оның сапасын кім тексерді? Соның барлығын болашақта зерттейтін кінәліні анықтау үшін. Себебі соның салдарынан бізде әкімшілік негізі игерем деп отырған суы игере алмай қалды деп есептеймін. Арнайы мамандар жеткіліксіз, иә? Арнайы мамандар жеткіліксіз болғанда ең бастапқы сумен күресуге шыққан
адамдар, жергілікті тұрғандар қаланы су алып бара жатыр деді, паникамен кетіп қалды. Ең бірінші мына біздің байтақтың белді мүшелері оқиға орнына барған кезде адам баласы табылмайды ана жерде. Содан 3 адам болып, адамдарды шақыру жасап, 2-3 күн бойы сол жерден бөгет, қапшық несі, енді техникалар жетіспеді. Өкінішке орай. Бірақ іргемізде осы Қазақстанның 40% мұнайын өндіріп отырған Теңізшевройл компаниясы бар. Біз солардан сұрау салды екенбіз. Яғни Теңізшевройлдың 500-дің үстінде мердігер компаниясы бар. Басында осы мына жерде бір түйір трактор, бір түйір самосвал деген мүмкін емес қой. Ол мекемелерде болғасын жоқ дегенде бір 10 трактор, ең кем дегенде 10 трактор 20 самосвалдан бар. Ал біздер қара халық ана жерден бөгетті ана жерде бекітіңдер, мына жер босап жатыр, мына бекетке жүгіріп жүр. Қапшықты тоже еріктілер алып келді, онда Теңізшевройл күкіртті қаптайтын 100 мыңдай ма қапшығын әкеліп берген. Одан тіпті Бейнеуден, Маңғыстаудан келіп жатырған еріктілер, оларда өздері қаптарын алып келіп толтырып. Тікелей енді халықтан халыққа жеткіземіз деп, олардың бір не болғанын, әкімшілікке барып жолығыңыздар дедік. Гуманитарлық көмектер келіп жатыр. Анда апарып тапсырып, бір реттеп, бір орталықтандырылмайсыздар. Жоқ, халықтың айтқаны мақсат. Мынау халықтан жиналды, халыққа жеткізсін деп, бөгетті қорғап тұрған нүктелерге апарып тапсырды. Енді манағы неге қайтып келетін болса, бөгет туралы. Бөгеттің жарылу себебін әлде де болашақта зерттеу керек. Келесіде оған бөгет салдыруға рұқсат бере ме, бермей ме? Үкімет, арнайы бұл менің ойымша үкіметтің қадағалауында болу керек. Себебі бір мекеме коммерциялық мақсатында салған екен, оған алтынды жуатын, оған су керек. Алтынды, ол суын пайдалану үшін алды. Ол өзінен керек мөлшерін артық ұстай алмайтын болып жасады. Яғни платинаны қанша биік ұстаса да, керекті су келген кезде толып, ол бөгет жарылып кетті. Зардабын Жылой халқы, Құлсары халқы қаласын келіп шайып өтіп кетті. Енді судың өтіп кеткен жерлері де күтпеген жерден келді. Яғни каналдың бойын біздер бекітіп жатырған кезде су далалықтан жайылып келіп, мына өзен жоқ жақтан даламен айналып келіп кіріп жатыр. Судың биіктіктері дейді, ағыстың өзі метр жарым. Кейбір су алып кеткен жерлерде кеше тереңдігін қарап жатыр. 4 метрге шейін тереңдік бар екен Атырау ықшам аудандарында. Одан кейін 25-26 сәуірде қайтадан Атырауға су келе жатыр деген осындай сыбыстар бар. Осыған Атырау халқы қаншалықты дайын? Бұл жерде көріп тұрсыз ба? Ол су, біз қазір Жылой туралы суға кеткен Жылой туралы сөйлесіп отырмыз. Бұл бөлек өзен. Ортада Ойылы бар, Сағыз деген өзендер бар. Содан кейін ғана Жайық өзені бар. Жайық ол тікелей Атырауға келеді. Атырау халқы енді қазірде күн-түн дайындық жүргізіп жатыр. Бүгін жаңа біздің осы Байтақ партиясының облыстық төрағасы онлайн жиында қатысып, осы Атырау қалалық штабтың мүшесі осы төтенше жағдайға Атырау қаласына 5 миллиардтың үстінде ақша бөлініп бекіткенін жариялаған. Оның дайындықтар болды. Ал бізде дайындық болған жоқ. Ол Жайықтың суы бізге келуі мүмкін емес. Физикалық тұрғыда. Ол қанша жерден орта жолда Сағыз бар, бірнеше өзендер бар. Ол теңізге келіп, теңізге бар бірге асатын нәрсе емес. Себебі соңғы жылдарда бізден Жылой ауданында Каспий теңізі 60 километрге қашықтап кеткен. Судың мана Каспий тайызданып жатыр ғой. 60 километр қашықтық. Ол соның барлығын толтырмайды да келген су. Ол жердің бір топан болып келген. Сол себептен оған тек қана дайындық керек. Ол барлық еріктілер жан-жағын көтеріп жатыр. Ол жерде де конфликттер шығып жатыр кеше. Махамбеттің мысалы жолдың бойында Махамбет ауданында тұрғындары көтеріліске шығып жатыр. Яғни ол жерде халық өздері бөгетті тұрғызған, солдаттар келіп оны бұзып жатыр екен. Халық көтеріліп тоқтатып бұзғызбай тастаған. Яғни бұл жерде
қандай ненің басшылық етіп штабтың қандай мақсат ойы бар ар жағында онысын барлығын болашақ сарапшылар шешсін. Адам шығыны бар ма? Өкінішке орай бізде Жылой ауданында адам шығыны бар. Барлығы енді су тасқынынан болмаса да бір адамдарға біздер айтып жатырмыз. Әсіресе түнде бармаңыздар. Күн жарықта әбден су қайтсын, қайықпен, жилетпен барыңыздар деп мысалы. Бірақ адамдар резинка мынандай етікті киіп алады. Ой, су ана үйдің деңгейі көрініп тұр ғой дейді. Мысалы, аулаларда, видеоларда байқаған шығарсыз. Менің басым дейді, мына жерден келеді, шарбақтан келеді, мен ана жеріме өтіп кете аламын, үйімді қарап келейін, анауын тұрмы екен, мынауын тұрмы екен, құжат бар еді, ақшам бар еді деп, өкінішке орай халық дейтін жүгіріп жатыр. Тоқтатқанымыз үлгерген тоқтаттық. Үлгермегеніміз енді кіріп кетіп жатыр. Соның бір несі, яғни сен асфальт жолмен жүріп келе жатқанда су асты көрінбейді, лай, ағыс. Асфальт біткеннен кейін обочина болады. Сондай жерлерге көміп етіп, кеше таныстарымыз бір-бірін құтқарып сүйреп қайықпен. Біреу ямаға түсіп кеткен, қасып қойған. Жүріп келе жатыр. Ол қасында келіп құтқарушысы болмағанда ол кісі де кетіп қалатын. Соның бір несі, үйімді қарап келемін деп, тракторға мініп, трактористпен жолмен келе жатырғанда, енді байқасаңыз, ауылдық жерлерде трассада жол биік орналасады да, екі шетінде обочина болады былай түскен. Сол трактормен жүріп келе жатырып, жобамен бүйтіп бұрыламын дейді. Асты сор, ойға қарай. Трактор ауып кетеді. Ішінде отырған екі адам есік жағына қарай құлаған кезде есік ашылмай қалып, сол неден өкінішке орай екі адам кетті. Ал тағы да бір екі адам үйіндегілер іздеу салып жіберген полицияға. Әлі табылған жоқ па? Әлі табылған жоқ. Үйін қарап келуге кеткен адамдар. Сол өкінішке енді айтылып жатыр, адам шығынынан басқасын барлығын орнына келтіруге болады деп. Сонда да енді қатты әрбір жерден кіріп кетіп жатыр, суға түсетін адамдар жан жақтан. Оның үстіне күзет ана бөгеттерімізді күні-түні бөгеу керек. Жергілікті сол жердің драмалары бар, манағыдай мәселелері бар. Мысалы, бір бөгетті кеше түнгі кезекшілікте тұрған кезде адамдар келіп, күрекпен келіп, менің үйім суда тұр дейді. Мына су кепсін тезірек деп бөгетті жарқысы келіп жатыр. Сол жерден жергілікті халық көршілермен әйтеуір әрең дегенде татуластырып адамдарды. Мына суды жарма, бүкіл астыңда қалған сақтап қалып, мына бар үйімізді сақтап қалайық деп көндіріп әйтеуір дегенде, бірақ ондай нелер көп болды. Сол себептен су несі қайтқанның өзінде де бізде кезекшілік әлі жалғасып тұр. Яғни адамдарды ол жерде дейтін төбелесіп, ұрып төбелесу емес, яғни сабырға шақыру. Себебі су қайтты, үйім тезірек кепсін дейді де, тезірек манағыдай жырып жібергісі келеді суды. Адам арам бойы жоқ ар жағында, бірақ енді күйіп бара жатыр, бәрі тірнектеп кредитке салған айналып әңгімесін тыңдаса, барлығы дейтін. Енді өзінің несі кеткесін адам көрмей қалады. Халық толық эвакуацияланды ғой, иә? Жоқ, халық толықтай эвакуацияланған жоқ. Халықтың бір бөлігі Атырауға поездбен шықты, бір бөлігі Теңгиз кен орнына, сол жерде босаған жатақханаларға орналасты. Және бізге жалғыз ғана жол ашық қалған. Бұл Маңғыстаудың ғана тас жолы болды. Яғни гуманитарлық көмек ешбірде келейін десе де кіруге жол жоқ болды. Құлсарыға. Жол барлығы шайылып кетті. Сол себептен эвакуацияның барлығы Маңғыстауға қарай кетті. Яғни шыға берістен бастап Опорный, Боранқол, Бейнеу әрі қарай Ақтау қаласына шейін кетті. Ол жерде де жақсы жағдайлар жасалынып, енді хабарласып байланыста отырып қой, балаларын садикке орналастырып, барлық жағдайларын жасап беріп жатыр. Ол жерге енді Маңғыстау халқына Жылойдың азаматтары бірнеше видео үндеулер жариялап жасап жатыр. Алғыстарын айтып жатыр шексіз. Ол жерде Фейсбукте де қарап отырсаңыз, ішінде дейтін өте көп манағыдай Қазақстан халқына алғыстарын айтып жатыр. Бірақ эвакуациядан қалғанда әр үйден ер азаматтар қалды көбіне. Әйел азаматтар, мысалы, мен су тасыған уақытта мен Ақсай қаласында жұмыста болдым. Мен дереу Құлсарыға келдім, Атыраудан
пойыз күтіп, пойыз арқылы бардым. Басқа ешқандай жол болған жоқ ол кезде. Ал мен келген кезде менің жанұям, анам, ағаларым, олар Боранқұлға кеткен, жеңешелерімен. Өзімнің жанұям ары қарай Бейнеуде отыр екен. Ары қарай Ақтауға қарай кетті. Өзімнің жанұям. Мен келдім, енді үйде ешкім манағыдай, әр үйден қалған мана бірен саран манағы ер адамдар күні түні бөгеттің басында. Ол кезде адам ұйықтайын десе ұйқыда келмейді. Адреналин өте қатты. Тек көз іліп алып жүргенде 24 сағат бойы 1 сағат көз іліп алады. Содан кейін адам құттай сыбысқа оянып кетсең, ұйқында келмейді. Барып бөгеттің басын күзетіп отырасың. Күзеткенде алай қаппен, яғни дамбыны топырақпен көтерілгесін, су жылмықтап, сопырақ арқылы өтіп, көз тауып алады. Көздің барлығын дамбыны көтердік, 2 есе қалыңдаттық. Су қайтты дегеннің өзінде де халық өздігінен несін қоймай, штаб кетіп қалып бір күнде. Манағыда қайтты деп штаб тарап жатыр дегенде, біздер өзіміз істеп қалдық. Халық өзі бастады, өзі аяқтады. Әкімшіліктен техникаларын тоқтатпауын сұрап, яғни дамбыны соңына шейін қаланың ішін көтеріп тастады. Бүгінгі таңда әлі сол жұмыстар жалғасып жатыр. Жақсы, рахмет сұхбатыңызға. Тағы да ақпараттар күтетін боламыз.